Бәріне сәлем, бұл кез мультик. Бүгін Inside Out деп аталатын мультик көреміз. Орысшасы головоломка, ал қазақша атының бірнеше нұсқасы бар. Бас бөлігіндегі шытырман, ой жұмбақ, енді ой жұмбақ деген артығы. Орыстардың сөзбесіз аудара салған ғой. Бас немесе ми бөлігіндегі шытырман деген жақсы келеді. Әдеттегідей бұл мультикке өз бағаларың мен мультик туралы ойларыңды комментарийде жазыңдар. Бастадық. Дүниеге бір сәби келеді. Қызға Райли деген ат қояды. Ал мына оның басындағы алғашқы эмоциясы шаттық. Ол Райлиді мәз-майрам қып қуантады. Бұл қыздың алғашқы жылы естелігі. Кенет қыз жылайды, кінга деп. Сөйтсе депрессия тудыратын эмоция қайғы-мұң пайда болыпты. Уақыт өте келе оларға қорқыныш қосылады. Ол Райлидің қауіпсіздігіне жауап береді. Дәмсіз ас ішетін кезде жиіркеншілік пайда болады. Ал мынау ашу-ызаның себепкері Ашубек. Қайғы-мұң ненің себепкері? В общем, түсіндіңдер. Ал мына жерде естеліктер. Көбісі бақытты естеліктер, бірақ маңыздылары осы жерде. Райлидің өміріндегі маңызды сәттерінен алынған негізгі естеліктер. Негізгі естеліктерден осындай аралдар туындайды. Достық аралы, тентектік аралы, отбасы аралы, адалдық аралы, және жақында пайда болған хоккей аралы. Райли қабырғаға сурет салады. Жерді лава деп елестетіп диваннан креслоға секіреді. Құрбысымен мұздай сусын ішіп коньки тебеді. Өскенде хоккей ойнап ұйқыға жатады. Ұйқыға кеткенде естеліктері аралдарға жеткізіліп, оларды күшейте түседі. Таңертең күтпеген жерден олар үйлерін сатып басқа қалаға жол жүреді, яғни көшеді. Жолда шаттықтар Райлидің үйі қандай болатынын қиялдауда. Отбасы жаңа үйлеріне жетіп, үй Райлидің қиялындағыдай болмай шығады. Қыз өліп қалған тышқанды көреді де, өзінің бөлмесін көруге келеді. Онша емес екен. Алайда шаттықтар заттары қай жерде тұратынын қиялдап, қыздың көңілі көтеріледі. Алайда жүк машинелері әлі келмеген. Басқа күні келеді деп әкесіне хабарласыпты. Қыздың ата-анасы ұрысқалы жатқанда шаттық қызға идея тастап, отбасы хоккей ойнауға кіріседі. Райли мамасына әже деп прикол ұстап қояды, бірақ кенет әкесіне жұмыстан хабарласып, ол кетеді. Қыз мұңайып қалады. Шаттық жолдан пиццерия көрген еске түсіріп, анасы мен қызы пиццерияға келсе, ол жерде пиццаның бір-ақ түрі бар екен, брокколимен. Пиццериядан шығып, анасы қыздан сапарда не ұнағанын сұрағанда, қыз әкелері оларды суретке түсірген кез деп жауап береді. Кенет естелік көңілсіз көк болып кетеді. Бұл қайғы-мұң екен бүлдірген. Естелік енді мұңды боп өзгермей қалады. Сол сәтте тентектік арал іске қосылып, Райли сырғанап түспек болады. Алайда арал өшіп қап, қыз айнып қалады. Бұның себепкері тағы да қайғы-мұң екен. Арал қайта қосылып, Райли сырғанап түседі. Шатты қайғы-мұңға ұрсады, тиіспе деп. Ол болса кешірім сұрап, не үшін солай істейтінін өзі де түсінбейтінін хабарлайды. Шаттық оған позитивті болуға кеңес беріп, көңілді сәтті еске түсіріп көрші дегенде, қайғы-мұң соңында ит өлетін көңілді кино есіңде ме дейді. Шаттық оны нұсқаулықтарды оқуға алып келіп, қап, жұмысым болмағанда осылардың бәрін оқушы едім, сенің жолың болды деп, оны сол жерде қалдырып кетеді. Райли ата-анасына түсіп, қайырлытын айтуға келесіңдер ме деп сұрағанда, анасы қазір барамыз деп тіл қатады. Сөйтіп оларды күтіп жатқан Райли сықырлаған дыбыстан шоши бастайды. Жиіркеншілік, қорқыныш және Ашубек ойбайлап сөз таластырып жатқанда, шаттық оларды сабыр сақтауға шақырады. Ашубек есікті құлттап алып, ақырын боқтауды ұсынады. Сөйтіп тұрғанда қызға анасы келеді. Анасы әкесінің жұмысы қиынға соғып жатқанын айтқанда, Ашубек бізге уақыты жоқ деп айғайлап, қыздың қабағын шытқызады. Кенет анасы қызына осындай жағдайда көңілді болып қалғаны үшін рахмет айтып, Ашубектерді таңғалдырады. Содан тізгінді шаттық өз қолына алып, Райли анасына көңілді болып жүретінін айтады. Анасы оған қайырлытын айтып кетеді. Райли ұйқыға батып, бәрі демалуға кетеді. Тек шаттық қалады кезекшілікте. Бұл Райлидің түсі. Ол өте қорқынышты болғандықтан шаттық өз қолына алып, қыздың кішкентай кезіндегі ата-анасымен бірге конькимен кәшеніп жүрген естелігін қосады. Таңертең ол көңілді музыкасымен бәрін оятуда. Райли көңілді боп таңғасын ішіп отыр. Бүгін оның жаңа мектептегі алғашқы күні. Шаттық шеңбер сызып, қайғы-мұңды қамап қояды, шеңберден шықпай, деп. Райли үйден шығып мектепке жетеді. Сыныпқа апайлары кіріп, қыздан өзін таныстыруды сұрайды. Қыз өзі туралы, бұрынғы қаласындағы өмірі туралы айтып жатыр. Кенет қайғы-мұң тағы бүлдіреді. Шаттық оған ұрсып, естелікті алып тастауға тырысады, бірақ қолдарынан келмейді. Қыз жылап жатыр.
қайғы-мұң жостко білдіріп жатыр екен. Шаттық естелікті алып тастап, қайғы-мұң тоқтатқанда, мұңды негізгі естелік пайда болады. Шаттық оны қоқысқа тастағалы жатқанда қайғы-мұң не істеп жатсың деп шығып, нәтижесінде аралдар өшіп қалады. Себебі қоректендіретін естеліктер түсіп қалды. Шаттық бақытты естелікті ұстауға тырысады, алайда естелік тұрмай қайғы-мұң екеуі ұшып кетіп, жаңақ тұрған үшеуі шок болады. Райли эмоциясыз қалады, не жыламайды, не қуанбайды. Шаттық қайғы-мұң екеуі трубамен ұшып баратыр. Олар балалар батуты сияқты жерге топ ете қалады. Көк пен сары қыз аралдардың өшіп қалғандарын анықтайды да бағанағы штаб пәтерлеріне жүгіреді. Сол уақытта Райли отбасымен кешкі ас ішіп отыр. Үшеуі бақылауды қолға алуды шешеді. Анасы Райлиге осы қаладағы хоккей секциясын тапқанын хабарлайды. Райли жақсы бопты деп дөрекілеу жауап береді. Өйткені пультте жиркеншек болды. Анасының басында да эмоциялар бар екен. Әкесінде де бар. Олар хоккей көріп отыр. Әкесі қызынан қалайсың деп сұрағанда, пультті Ашубек шыдай алмай басқаруға алып, әкесі мен қызы нәтижесінде жостко ұрысып, Райли өз бөлмесіне кетеді. Сол мезетте шаттық пен қайғы-мұң ұмыты тұңғиығы арқылы жүруді шешеді. Өйткені бұл ең қысқа жол. Әкесі қызына кеп жандандыруға және тентектігін оятуға тырысады, бірақ тентектік аралы өшіп тұр. Тіпті ол қирай бастайды. Содан шаттық пен қайғы-мұң шегінуге мәжбүр болады. Тентектік аралы тұңғиыққа кетті. Шаттық осы аралды тудырған естеліктерді есіне алып қайғыруда. Шаттық оптимизмін жоғалтқандай. Райли ұйқыға кетіп, шаттық қайғы-мұңға ол оянғанда біз өз орнымызда боламыз дейді. Бірақ өтетін жерлері мынадай. Содан шаттық лабиринт арқылы жүруді шешеді. Алайда қайғы-мұң лабиринтте адасып кететінін және нұсқаулықты мұқият оқығанын айтады. Шаттық қайғы-мұң жолдың бәрін біледі деп қуанады. Бірақ қайғы-мұң жата тұрайыншы дейді. Сөйтіп шаттық оны сүйреп келетір. Райли оянды. Қайғы-мұң жолай естеліктерді бүлдіртті. Кенет бір қызметкерлердің дауысы естіледі. Олардан шаттық жолды сұрайды. Олар болса ескі естеліктерді тұңғиыққа тастауда. Шаттық шығады, бұл естеліктерге тиіспеңдер деп. Олар қумашы деп оны тыңдамайды. Қызметкерлер по приколу бір ескі жарнаманың әні бар естелікті жоғарға жібереді. Райли құрбысымен ұрысып қап, достық аралы қирай бастайды. Қайтадан жол жүруге ниеттенген шаттық алыстан біреуді байқап сәлемдесіп оған жүгіреді. Ол біреу қашады. Оны қуалап жеткенде шаттық оны таниды. Бұл Райлидің қиялдағы досы Бинг-Бонг. Ол өзін танығанына таңғалады және оларды штаб пәтерлеріне қайтару керектігін түсініп, жүріңдер мен сендерге көмектесем дейді. Райли екеуінің ән айтқанда жүретін ракеталары болған. Қазір қызы оны еске алмаған соң, Бинг-Бонг осында жүр екен. Бинг-Бонг жылайды, жастың орнына компьютер. Шаттық оған қайтып оралғанда Райлиге ол туралы еске салатын хабарлап, Бинг-Бонг қуанады. Оның дорбасы бар екен, ойдан шығарылған болғандықтан оған көп нәрсе сияды. Шаттық шәріктерін соған сабалады. Бинг-Бонг пойызы арқылы баруды айтып, станцияға тезірек жету үшін қысқа жолмен баруды ұсынады. Қайғы-мұң нұсқаулықта бұл жер туралы жазылғанын айтып, бұжақпен жүрмей қояқшы дейді. Бірақ шаттық қоймай қойып, көк қыз жарайды деп келіседі. Райли мектепте түскі асын жалғыз отырып ішеді. Бағанағы екі қызметкер кеп, шаттықтар кірген есікті жауып, Бинг-Бонгдар пішіндерін өзгертеді. Қайғы-мұңның айтуынша бұл 4 кезеңнің біріншісі, ал мынау екіншісі, үшіншісі мынау. Соңғы кезең мынадай. Қайғы-мұңның басы деп кетіп, олар әйтеуір шығады. Бірақ пойыздан қалып қалды. Үшеуі өз пішіндеріне оралып, Бинг-Бонг басқа станцияға баруды ұсынады. Шаттық күмәнданып, Қайғы-мұңнан сұрап алады, сол жақта шынымен станция бар ма деп. Сосын олар қиял әлеміне кіріп, бұлт қаласына Бинг-Бонг бұлт мырзаны үрлеп жоқ қылады. Олар лавадан секіреді. Бинг-Бонг ракетасын карталардың арасына тығып қойыпты. Ол картадан жасалған үйді аңдасызда бұзып қояды. Ал мынау Райлидің қиялындағы жігіті екен. Үшеуі жолдарын жалғастырады. Райли анасымен хоккей секциясына қабылдау емтиханына келеді. Қорқыныш хоккей туралы естелікті жібереді, көмектесіп қалар деп. Алайда оны компьютер түкіріп шығарады. Және Райли соққы жасай алмай жынданып, хоккей алаңынан шығып кетеді. Анасы оны сабырға шақыруға тырысады, бірақ Райли жынданып, хоккей аралы қирауда. Үшеуі ауыздарын ашып тұрғанда қызметкерлер тихаря Бинг-Бонгның ракетасын алып кетіп, оны қоқысқа тұңғиыққа тастайды. Шаттық оны жандандыруға тырысады, бірақ толқы жоқ. Бір кезде Қайғы-мұң араласып, Бинг-Бонгды одан әрі жылатады. Алайда бұл оны жұбатуға көмектеседі. Содан олар пойызға мінеді. Райли үйге кеп жата қалады. Штаб пәтерде Ашубек бос отырмай бірдеңе істеу керек дейді. Ал қорқыныш болса қашып құтылу керектігін хабарлайды, бірақ бұл қолынан келмейді. Сонда Ашубек бақытты сәттерді өткізген қыздың бұрынғы қаласына аттану идеясын ұсынады. Басқа жақта пойыз тоқтайды, себебі Райли ұйықтап қалды. Қайғы-мұң қызды оятуды ұсынып, олар түс бөліміне келеді. Шаттық қалай оятамыз деп сұрағанда, Қайғы-мұң шошытуды ұсынады қорқынышты түспен. Бірақ позитивті шаттық бұған қарсы болып, бақытты түс көрсетсе, ол бақыттан оянады деп қояды. Түсірілім басталды, яғни оның түсі. Мұғалима апай мен оқушыларды актерлары сомдайтын болады, түрлерін фильтр арқылы өзгертеді.
түсті қорқыныш бақылауда, өйткені ол бүгін кезекшілікте. Түсте Райлидің тістері түседі. Кенет шаттық пен қайғы-мұң ит боп кадрға басып кіреді, бірақ одан Райли оянбайды. Бір кезде костюмдері қақ ортасынан жыртылып қалады. Фильтр арқылы ол ужастик боп көрінеді. Ит екіге бөлініп қалған сияқты. Қорқыныш та ан жақтан мандраж ұстап отыр қорқып. Бинг-бонг да кадрға кіреді. Бұның бәрі жүзеге асқан секілді. Алайда күзет Бинг-бонгды алып кетеді. Екеуі тығылып үлгерді. Шаттық пен қайғы-мұң о жақтан шығып, Бинг-бонгды қамап қойған жаққа жүгіреді. Екеуі есікке байқалмай жақындап, қайғы-мұң тарсылдатады. Күзет екеуі қашу үшін шықты деп ойлап, олар түшке кіргізеді. Райлидің қатты қорқатын нәрселерінің барлығы осында жиналыпты. Компьютер арқылы екеуі Бинг-бонгды табады. Алайда ол қорқыныш сайқымазықтың боққарында қамалып отыр екен. Шаттық шығып естеліктерді алып Бинг-бонгды босатады. Бірақ қашқаннан не пайда? Пойыз жүрмейді ғой бәрібір деп, бұлар сайқымазақты түсте қолдану арқылы Райлиді оятуды шешеді. Содан бұлар іш пыстыратын түс болып атқан жаққа басып кіріп, Райли шошып оянады. Тіпті қорқынышта шошып қалып қалады. Үшеуі пойызға асығып отырып алады. Керемет. Жиркеншік пен Ашубекте оянып, Қызыл Ашубек бағанағы үйден қашу идеясын, дәлірек айтқанда туып өскен қаласына оралу идеясын қолдануды шешеді. Сөйтіп қыз автобус кестесін қарап, ертең жүретін анықтайды. Билетке ақшаны анасының сумышкасынан ұрлайтын болады. Идея авторы Ашубек. Жолда шаттық қайғы-мұңды мақтайды. Жарайсың, сенің арқаңда Райлиді ояттық деп. Қайғы-мұң қуанып қалады. Бинг-бонг Райлидің өсіп кеткенін көріп, ол ракетаға сыймайды ғой дейді. Шаттық бұл өте қуанышты күн болған мәлімдегенде, бұл күн маған да ұнайды деп қайғы-мұң шығады. Өйткені сол күні олардың командасы Райлидің кесірінен жеңіліп қалыпты. Райли анасының сумышкасынан банк картасын ұрлап, адалдық аралы қирап, пойыз жол апаты орын алады. Пойыз рельстерден жерге құлайды. Тұңғиыққа құлап алып жатқан пойыздан біздікілерді бәрі жабылып жатып құтқарады әйтеуір. Шаттық, мә, енді не істейміз дегенде, қызметкерлердің бірі Райли туған қаласына кетуді шешкенін хабарлайды. Оны тоқтату үшін шаттықтар отбасы аралына жүруді ұйғарады. Ол да қирағалы тұр. Райли мектепке кеткенде үйден шығады. Шаттық жоғарыға соратын труба арқылы қайғы-мұңсыз кетуді шешеді. Алайда труба жарылып, ол төмен құлайды. Ойбай, Шаттық деп Бинг-бонг да кетеді төмен абайсызда. Райли көшеде жүріп келеді. Шаттық пен Бинг-бонг төменде. Бинг-бонг қызды тынышталуға шақырып, бұл жерден шығу мүмкін еместігін айтады. Шаттық Райлидің кішкентай кезіндегі естеліктерді көріп, жылай бастайды. Енді Райли бақытты болмай ма деп, одан әрі еңіреп жылайды. Оның жасы бағанағы естелікке тиіп, Шаттық шынымен де бұл көңілді естеліктің алдында қайғы-мұң айтқандай мұңды естелік болғанын көреді. Демек, қайғы-мұңның арқасында ата-анасы және командаластары Райлиді жұбатуға көмекке келді. Қайғы-мұңның маңыздылығын түсінген Шаттық Бинг-бонгға бізге қайтып оралу керек дейді. Бинг-бонг бұл жақтан ешкім оралмаған. Біз басқа планетада сияқтымыз дегенде, Шаттықтың есіне Бинг-бонгның ракетасы түсіп, өлең айту арқылы бұлар оны тауып алады. Бинг-бонг, Бинг-бонг деген өлеңмен. Екеуі осы ракета арқылы жоғарға шығуға тырысады, бірақ жетуге аз қалғанда ракетаның күші жетпей қалады. Бірнеше рет тырысып көреді, бірақ пайдасы жоқ. Қолы жоғалып бара жатқанын көрген Бинг-бонг өзін құрбан етуді шешіп, Шаттыққа тағы бір көруді ұсынады. Содан олар өлең айтып ұшып келатқанда, ол Шаттыққа өлеңді қаттырақ айт деп түсіп қалады. Шаттық жоғарға шықты, алайда Бинг-бонг қалып қалды. Ол қуанады да ғайып болады. Шаттық қатты мұңайып жылайды. Райлидің ата-анасы үйге келеді, бірақ ол әлі үйде жоқ. Автостанцияға кетіп баратқан оған анасы хабарласады. Райли қызылды басып, отбасы аралының бір бөлігі қирайды. Райли автобусқа отыруға кезекке тұрады. Шаттық қайғы-мұңды іздеп таба алмаған соң ол сияқты ойлап көруді шешеді де оны табады. Бірақ ол қашады, менің түк пайдам жоқ деп. Бұлтпен ұшып кетеді басқа айдалаға. Анасы қызына тағы қоңырау шалғанда Ашубек сенімділігін жоғалта бастайды, және олар идеяны шығарып тастауға тырысады. Ол шықпайды, оған қоса пульт қарайып баратыр. Басқару мүмкін емес. Райли ешқандай эмоция сезінбейді. Шаттық Райлидің қиялындағы жігіттердің көп данасын шығарып, дорбаға салады да, қайғы-мұңның ұшу бағытын өзгертіп, Райлидің қиялындағы жігіттері арқылы батутқа құлап, одан секіріп, жолай қайғы-мұңды алып штаб-пәтерге жетеді. Терезелері мықты болғандықтан Жиркеншек Ашубекті жақсылап тұрып ашуландырып, оның оты арқылы терезені тесіп, олар ішке кіреді. Үшеуі Шаттық көмектеседі деп ойлайды. Алайда ол пультқа қайғы-мұңды жібереді. Райлиге қазір сен қажетсің деп. Әлгі үшеуі аң-таң. Содан қайғы-мұң идеяны алып тастап, пульт қалпына келіп, Райли эмоция сезіне бастайды. Және автобусты тоқтатып түсіп қалады да үйге оралады. Шаттық естеліктерді шок болған қайғы-мұңға беріп, давай деп басын изейді. Көк қыз оларды іске қосып, Райли бұл естеліктерді мұңайып еске алады. Сондай жылағын кеп кетеді ғой. Қайғы-мұң пультқа басып, Райли жылап жібереді. Қыз ата-анасына ашылып, бәрін айтып беріп, ашуланбаңдаршы дейді. Ата-анасы оны құшақтап алады.
Шаттық қайғы мұңға бағанағы алғашқы мұңды негізге естелікті қайтарады. Қайғы мұң оның қолын пультке қойып, Райлидің көңілі жайланады. Екі түсті негізгі естелік пайда болып, одан керемет бір арал туындайды. Шаттық пен қайғы мұң бір-біріне сүйенеді. Уақыт өтіп, неше түрлі аралдар пайда болған. Қызметкерлер жаңа пульт орнатып беріпті. Эмоциялар қуануда. Райлилер хоккейге келді. Ата-анасы супер фанаттар болып отыр. Райлидің алдынан бір бала шығып қалады. Сосын қыз алаңға шығып, хоккей ойнауға кіріседі. Мұндай эмоциялар барлық адамдардың басында бар екен. Тіпті мысық пен иттерде бар, ойлаңдаршы.